жақсы, сендерді көріп қуанып тұрмын. Балалар, сендер білесіңдер ме, біз қандай мемлекетте тұрамыз? Қазақстан. Дұрыс, Қазақстан мемлекетінде тұрамыз. Ал біз қандай тілде сөйлейміз? Мемлекеттік тіліміз қандай? Қазақ тілі. Дұрыс, қазақ тілінде сөйлейді екенбіз. Біздің астанамыз қандай? Астана. Дұрыс, Астана қаласы. Ендеше балалар, шаттық шеңберін жасап алайық. Жасма? Иә. Қайырлы таң, алтын күн. Қайырлы таң, алтын күн. Қайырлы таң, көк аспан. Қайырлы таң, көк аспан. Қайырлы таң, достарым. Қайырлы таң, достарым. Қайырлы таң, Қазақстан. Қайырлы таң, Қазақстан. Балалар, біздің Қазақстан мемлекетінің ежелден келе жатқан өзінің ұлттық киімдері бар, ұлттық тағамдары бар, өзіне тән, ұлттық ойындары бар, ұлттық құндылықтары көп, иә балалар? Біз олардың көбін білеміз. Біз енді соларды қайталап, асықты таңда деген ойын ойнайық. Ойнаймыз ба? Иә. Ал, енді мен осы жерге 4 түсті асықты тастаймын. Кім қандай асық таңдайды? Әзима таңдай ғой, қандай түс таңдайсың? Қызыл, дұрыс. Ал, Хамза, сен қайсың? Сарыны, жақсы. Али, асық таңдай ғой, қандай түс таңдайсың? Қандай түс бұл? Көк. Дұрыс, көк түс. Саған қандай түс келді? Қандай түсті асық? Бұл жасыл түсті асық екен, дұрыс. Ендеше, бірден кел, экранның алдына келейік. Ендеше тапсырманы орындайық. Қазақтың ұлттық әшекейлерін ата. Әзима, атай бұл. Сала. Мынау? Сақина. Дұрыс, мынау? Білесіп, дұрыс айтасың, мынау? Алқа. Ал енді көк асықтың тапсырмасы қандай болады екен? Көрейік. Көк асық сенің таңдауың болды. Ендеше тапсырманы орындайық. Қазақтың ұлттық тағамдарын ата. Ал, атай ғой, қосымша қай? Ет. Ет, дұрыс. От. Мынау? Бауырсақ. Дұрыс, бауырсақ. Хамза сары асықты таңдады, ал сары асықтың тапсырмасы қандай болады екен? Көрейік, балалар. Сары асық сенің таңдауың болды. Ендеше тапсырманы орындайық. Сұрақ: қазақтың ұлттық киімдерін ата. Ал, атай ғой. Көрсетіңізші бөлме. Сабақ. Көйлек. Сабақ. Кимешек. Жарайсың, балақай. Софияның бізде жасыл асықты таңдады, ал жасыл асықтың тапсырмасын көрейік. Жасыл асық сенің таңдауың болды. Ендеше тапсырманы орындайық. Сұрақ: қазақтың ұлттық ойындарын ата. Ал, атай ғой. Қыз қуу, дұрыс. Мынау? Асық. Мынау? Картоп. Дұрыс. Балалар, біздің түрлі түсті асықтардың тапсырмалары ұнады ма сіздерге? Иә. Апай, менде асық бар. О, Алиде асық бар екен, тағы да асық бар. Апай, менде асық бар. Сенде де бар ма? Ал, мұнда асық ойнаймыз ба? Иә. Қанекей, ал асықтар бізде ойнар. Атам. О, қайда алсайсыздар? Али, бір асықты қанжығасына байлады. Ал, енді Хамзаның кезегі. Хамза келе ғой. Хамза көрейік. Хамза. О, қоса балақандар. Шеке алып қолыма асық ойнап лай-лай, монша бала таңғалып тұрсақ ойнап лай-лай, кешке дейін асықты ойнап едік. Рәміздері бар, иә? Сол рәміздерді бір қайталап жүрейік. Қазақстан туы. Қазақстан туы. Елтаңба. Елтаңбасы, дұрыс айтасыңдар. Мынау? Әнұраны. Балалар, біз әнұранды қалай айтамыз? Айтқанды қалай айту керек? Айтамын. Иә, дұрыс айтасың, орнымыздан тұрып айтамыз, және Жүрегімізді ұстап айтамыз. жүрегіміздің тұсын ұстап айтамыз, дұрыс айтасың, Хамза. Жарайсың. Балалар, бүгінгі асықтың тапсырмалары, біздің ойындарымыз, сұрақтарымыз ұнады ма? Иә. Көп нәрсе есімізге түсті ма? Иә. Ал ендеше топқа барып жалғастырайық ойынымызды, жақсы ма? Иә. Сау болыңыздар.